Excel программасына шолу. Яғни менде орнатылған Excel 2019 жылғы өздеріңіз көріп отырғандай ашылған кезде бірден пустая книга және де ары қарай қажетті шаблондар көрсетіледі. Шаблондар өте жұмыс жасауға қолайлы шаблондар. Ішінде расписание занятий, журнал посещаемости, за неделю деген жаңа жұмысқа, сабаққа, болмаса тағы да басқа бір мекемелерге арналған өзі журнал дайын шаблондар бар. Мысалға мінекей этот шаблон, чтобы вести журнал посещаемости за неделю дейді. Аудитория, период, преподаватель, курс, неделя. Өзіңіздің форматта қазақша, не болмаса орыс тілінде, мектеп болса мектеп, тек қана аудитория емес, өзгертіп алуларыңызға болады. Мінекей да деген сияқты мінекей неме учащегося жазасыздар. Содан кейін өздеріңіз толтырып отырасыздар. Бұл бір шаблонның жалғыз ғана түрі. Бұл жерде өте көп шаблондар бар. Открыть, создать. Өздеріңіз қарап отырсаңыздар, учебник по формулам, календарь бар, базовый личный бюджет бар. Личный бюджет, зарплата, проценты. Қалғаны мінекей шығыс жазасыздар, ипотека, телевизорға, билет, тағы қоссаңыздар да болады арасынан. Қосу үшін жай ғана цифрлық линейканы дейді ғой, линейканың цифрлық жерінен толық выделить етесіздерді жай ғана вставить басасыздар. Ары қарай автоматты түрде өзі толтырыла береді. Отпуск, отдых, тағы финансовое обязательство деген сияқты. Бұл 2019 жылғы Excel. Ал жаңадан өздеріңіз қайтадан жасайтын болсаңыздар, не болмаса жалпы Excel'де жұмыс жасайтын болсаңыздар, пустая книга дегенді таңдаймыз. Жалпы Excel былай айтқан кезде өте жақсы пайдалы программа, және де кішкене өзінің артықшылықтары бар. Есептейтін кезде мысалы калькуляторды пайдаланбай есептеуге болады. Сосын оны түсіну үшін кішкене уақыт көп кетіру керек. Себебі бұл жерде менің өзімде білмейтін формулалар өте көп. Мына жерде мінекей финансовый мінекей формулалар, мынаның барлығы дайын формулалар. Сумма, значение, среднее, если, гиперссылка, счет дегеннің барлығы түгел формулалар. Бұны түсіну үшін біраз отыру керек, және де бұл жайлы сабақтарды түсіретін болғанның өзінде жеке арнайы сабақтар түсірмесе, мысалға бюджетке счетты жаңағы бюджетке қалай лист жасау керек, кіріс шығысқа қалай лист жасау керек деп жеке сабақтар түсірмесе, бір сабақтың ішінде түсіріп тастау жаңағы Word не болмаса PowerPoint сияқты өкінішке орай мүмкін емес. Сондықтан бүгін біз сіздермен базовый курс дейді, бірінші танысу, жаңағы кішігірім тізім құру, қарапайым есептерді жасау, соны түсіндіре кетеміз. Оның өзі біраз адамға көмек болады, біраз адамға пайдасы тиеді, себебі формулаларды білмей-ақ, сонымен де біраз адам жұмыстарын жасап жүрген адамдар өте көп. Біз қалыпты өзіміз білетін панель дейміз ғой, жаңағы лента, быстрый панель, PowerPoint және Word секілді панельде бізде файл, главное, сол қалпы вставка, мына жерде разметка страницы, оның ішінде білесіздер жаңағы Word'тағы секілді шеттерді таңдаймыз линейка арқылы, ориентация, альбомный, книжный, размерін таңдаймыз. Бұл жерде печать ететін аймағын, область печать деген таңдаймыз. Ең басты разметка страницы осы, және де бұл жерде артықшылығы формулалар. Яғни арнайы бір есеп шығару үшін, не болмаса бір кесте тізім құру үшін дайын
автоматты түрде сізге шешімін соңында көрсетіп беретін. Ол үшін біз формулаларға жүгінеміз. Данный біз өте көп пайдалана қоймаймыз бұл жерде жұмыс барысында, қарапайым жұмыс барысында. Рецензирование, жаңағы защитить лист, защитить книгуды пайдаланбасақ, вид, өзімізге ыңғайлы видін таңдаймыз. Мінекей сетканы алып тастасақ көріп тұрғандай. Справка енді бұл бізге керек емес. Foxy Trader ол менің қосымша программа болғандықтан менде көрсетеді, сіздерде көрсетпейді. Сонымен файлға кіретін болсақ, файлды өздеріңіз білетін, жаңа біздің документтің ақпараты тұрады, размер, название, теги деген сияқты. Бізде әлі название болмағандықтан добавить название. Добавить название қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да өз еріктеріңіз әрине. Создать, жаңадан Excel документ ашу, жұмыс барысында басқа бір документ ашу керек болса, мысалға кредитный калькулятор ашу керек болса, создать баса салсаңыз, мінекей басқа Excel документке өтіп кеттік автоматты түрде. Келесі открыть, бір өзіңіздің мои документының ішінен, мінекей обзор, мысалы мои документы ішінен тағы бір Excel ашу керек болған жағдайда осыны пайдаланасыздар. Не болмаса скрит етіп өзіңіз беймарал жаңағы өзіңіздің программаңызды папка арқылы ашсаңыздар да бола береді. Келесі сақтау, файлды жаңағы өзгертілген файлдың түпнұсқасын өзгертіп, сол түпнұсқа қалпында сақтағыңыз келсе, сохранить басасыз. Ал егер түпнұсқа сақталып екінші вариантта сақтағыңыз келсе, өзгертілген, онда болса сохранить как арқылы басасыз. Яғни бұл PowerPoint-та да, Microsoft Word-та да осындай жаңағы тәсіл. Печать, қарапайым принтерға жіберетін печать. Принтер таңдап аласыз, қанша копия керек, печать етуге жібересіз. Файл өте қарапайым, және де файлды екінің бірі біледі деп ойлаймыз. Главныйға оралатын болсақ, бұл жерде бізде басқа панельдер, жаңағы буфер обмен, копировать, вставить, шрифт, выравнивание. Бұл жерге дейін бізге таныс, яғни бұл Microsoft PowerPoint-та да, Microsoft Office-та да кездеседі. Бізге таныс емес, бұл жерде тек қана осы бөлік, яғни дайын қысқа нұсқа пайдаланылатын көмекші, Excel-дегі таблицаға пайдаланылатын көмекші құралдар. Біз бұны жұмыс барысында ыңғайлы болу үшін панельді скрит етіп тастасақ та болады. Яғни Word-та да, Office-та да, PowerPoint-та да, Word-та да бар. Мына кнопканы көріп тұрсаңыздар, бассаңыздар жоқ болып кетеді. Яғни біз оны скрит етіп тастадық. Ал егер біз кез келген жоғарыдағы басатын болсақ, главное, мысалы, қайтадан шығады. Көрдіңіздер ғой? Бастық, шықты. Бұл қайтып жабылып қалмас үшін, скрит етіліп қалмас үшін, мына жердегі кнопканы басатын болсаңыздар, мінекей кнопканы басатын болсам, ол бір орында қалады сақталып. Төменгі жағында бізде лист деген, өздеріңіз көріп отырғандай, төменгі жағында бізде лист деген батырмалар. Бұл яғни Excel-дің бір ғана беті деген сөз. Біз пайдаланайық деп, жұмыс жасайық деп отырған. Ал егер екінші бет керек болса, біз плюсты бассақ, екінші бет ашылып, новый лист, яғни лист 2, лист 3, лист 4. Бұл ашқан сайын қаласаңыздар ашыла береді. Содан кейін бұны скрит етіп тастасаңыздар да болады листіні. Лист скрит етілді. Лист скрит етілді. Оны ашу үшін показатьты басасыздар. Показать 6-ны, 7-ні, 7-ні, 8-ді. Окей, 7, показать 8-ді, окей. Мінекей. Осылай. Яғни бұл не нәрсеге қажет екенін қазір алдағы уақытта түсіндіретін болам. Енді келесі шахмат тақтасы деп айтамыз біз. Рабочий жаңағы листіні. Не себепті? Себебі мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай шахматтағы секілді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 және де мына жақта әріптер кетеді. Яғни біз қазір кез келген жерге шыққанда басатын болсақ, мына жерде бізде қай жерде басып тұрғанын көрсетеді біздің курсорымыздың. F, мінекей, F8. Осы жерде мінекей көрсетіліп тұр.
Біздің жазған жазбаларымызды мысалға мінекей көріп отырғандарыңыздай жоғары жақта бізде общий панель бар. Біздің жаңағы толық мәлімет беріп тұрады. Біз мысалы формула жазатын болсақ, осы жерде толық қандай формуланың түпнұсқасы қалай жазылды, шешімі көрсетіліп тұрса, оның толық есептелген көрсеткіштері осы жерде көрсетіліп тұрады. Яғни қазір алдағы уақытта айтатын боламын, сіздер тек қана аяғына дейін қарауға шыдамдылық танытыңыздар, себебі сабақ қызықты және де сәл-пәл ұзақтау болайын деп тұр. Біз қазір сіздермен бірге бетті ыңғайлы жұмыс жасау үшін дайындап жатырмыз. Яғни листтермен таныстық, линейкалармен таныстық, жаңағы шахматный доска деп айтып жатырмыз ғой. Содан кейін панельмен кішігірім таныстық, қалай скрыть етіп тастауға болады, қалай развернуть етуге болады, таныстық. Енді келесі біз өздеріңіз көріп отырғандай бізде жұмыс жасайтын бетіміз шексіз, яғни не альбомный, не книжный екенін түсінбейсің. Бұл жерде бір шетінде линейка Word-тағы сияқты бүйтіп книжный болып жеке-жеке бір-бірден тұрған жоқ. Бұл жерде пространство дейді ғой, кеңістік, Енді біз оны шығып кетпес үшін, сырттан шығып кетпес үшін не қалай жаңағы баптап алуымыз керек, не книжный, не альбомный сияқты, екінші бетке шығып кетпес үшін, мысалға, ол үшін бізде төменгі жақта мынандай көмекші құрал бар. Яғни мынау бізде масштаб, үлкейтсек үлкен қылып көрсете береді, кішірейтсек кіші қылып көрсете береді. Ал мыналар мінекей бізде вид. Яғни вид дегеніміз қазір обычныйдан разметка страницаға көшетін болсақ, мінекей бізге ыңғайлы вариантта көрсетіп тұр. Мен қазір кішірейтейін, мінекей книжный вариантта тұр, және де мынадан кейін жаза беретін болсақ, біз басқа бетке шығып кететініміз жайлы, мінекей басқа бетке шығып кеттік, біліп тұрмыз. Ал егер біз оны бұландай жаңағы кеңістік болса, біз оны байқамай қалатын едік, шығып кеткенімізде. Сондықтан біз осындай вариантпен жұмыс жасауға болады. Не болмаса, екінші вариант бізде үшінші вариант. Бізде біріншісі кеңістік, екіншісі книжный вариант, үшіншісі мынандай. Біздің тек қана жазған орындарымызды ғана бояп отырады, көрсеңіздер. Әрине, бұл ыңғайлы вариант емес. Сондықтан мен бұнымен сіздерге жұмыс жасауға кеңес бермеймін. Мінекей ештеңе көрмейді, бірақ кадать етіп отырасың деген сияқты. Егер де сіз распечатка жасамайтын болсаңыз, әрине кез келген вариантта жұмыс жасай берсеңіз болады. Алайда біз распечатка жасап, жаңағы тізім жасайтын болсақ, список не болмаса баланс құратын болсақ, бізге міндетті түрде ыңғайлы вариантпен жұмыс жасаған жақсы. Ыңғайлы вариант ол бізде екінші вариант. Мына жаққа шығып кетіпті, өшіре саламыз. Және де бұл жерде сызғышты тарылтып аламыз. Word-тағы секілді сызғышты тарылту үшін мына жерде мінекей өздеріңіз көріп тұрған бірі сұры, бірі ақшыл сұры. Сол жерге тышқанның курсорын апарсақ, бізде екі жақты сызық пайда болады, Екі жақты сызықты тышқанның оң жақ батырмасын басып тұрып, шетіне қарай жылжытсақ, бізде бір таблица артық пайда болады. Мынау келесі сол жағында да жылжытсақ болады, солай. Кеңістік жақсы болды. Енді тігінен тура солай көтерсек, астынан да солай көтерсек, түсірсек, кешіріңіздер, осындай бізде төртбұрыш пайда болды. Не болмаса, оны жаңа разметка страницаға келіп, поле арқылы таңдасақ та болады. Узкий таңдасақ болады, мінекей. Бірақ біреу бәрібір көтеру керек болады екен. Широкий мынандай болады, мінекей. Бұл подшивать еткенге жақсы, папкаларға подшивать ететін кезде, өйткені бос орын қалу керек. Тесілген кезде әріптеріңіз өшіп, не болмаса ойылып, жоғалып кетпес үшін, түсініксіз болып қалмас үшін. Обычный бізде мынандай, мінекей. Біз узкийді таңдайық, содан кейін жоғары жағынан көтерейік. Астыңғы жағында түсірейік. Мінекей, бізде жұмыс жасайтын жаңағы листіміз дайын болды.
Сонымен егер біз альбомный вариантта жұмыс жасайтын болсақ, біз разметка страницадан альбомныйға көшеміз. Альбомный бізде мінекей таблица болғандықтан біз тізім, егер тізім жасайтын болсаңыздар, әрине удалить етіп тастайын. Тізім жасайтын болсаңыздар, әрине книжный вариант жақсы, және де альбомный вариантта жаман емес тізім жасауға. Ал егер сіздің файлдарыңыз, документтеріңіз өте көп болса, енше альбомный вариантпен жұмыс жасаған жақсы. Қайталап айтамын, егер распечатка жасамайтын болсаңыздар, сіздер бірінші вариантпен жұмыс жасаған жақсы. Егер тізім не болмаса өте көп ақпарат жазатын болсаңыздар, оны бөлмей-ақ осылай жалғастыра берсеңіздер болады компьютердің вариантында. Сонымен біз ең бірінші қазір сіздермен тізім жасауды үйренейік, автоматты түрде жаңағы реттілік санын қою, тағы мынандай клеткаларды объединить етуді үйренейік, яғни біріктіруді. Өйткені қазір бізде мынау жеке-жеке клетка болып тұр ғой, көріп тұрғандарыңыздай. Біз оны объединить етіп бір клетка қылып тастаймыз. Яғни оны қалай жасаймыз? Мысалға бізде оқушылар тізімі болатын болса, мынаның барлығын біріктіріп аламыз да, жоғарыда өздеріңіз көріп тұрған жерде переносить текст және де объединить и поместить в центре деген бар. Біз объединить и поместить в центрені бассақ, бұл бізде жалғыз ұяшық болып есептеледі. Енді біз оны жазсақ, оқушылар тізімі, оқушылар тізімі ортада мінекей үлкен ұяшық болып қалыптасты. Біз шрифтісін үлкейтеміз, шрифт үлкейтуді білеміз деп ойлаймыз, Wordта түсіндірдік. Оқушылар тізімі осы жерден бастап төмен қарай тартсақ, төмен қарай жүргізіп, аяғына дейін таблица көріну үшін қара болып, сіздер мына жерде мінекей все границы таңдасаңыздар болады. Таблица, шрифты, оның ішінде таблица, таблицаның ішінде все границы мінекей. Және де оның границасының жаңағы түсі қою болу керек, не болмаса үзік сызықты болу керек, екі сызықты болу керек. Оны таңдайтын болсаңыздар, мінекей мына жерде тип линия бар, түсін өзгертетін болсаңыз, цвет линия бар, цветной принтермен жұмыс жасайтын болсаңыздар. Жуан таблица керек болса, толстая, нижняя граница деген бар. Толстая деген мінекей жалпы. Оның барлығын осы жерден таңдай аласыздар. Яғни біз қазір жуан жасап берейік сіздерге. Тип линия, мысалы, мен жуан таңдаймын. Жуан таңдаймын да, выделить етіп алам бірінші. Жоқ. Бұлай жасайық, бірінші выделить етіп алайық. Содан кейін все границайды басайын. Мінекей жуан таңдадым, жуан болып кетті. Түге. Бұл жерде егер сізге жалғыз бет қана керек болса, енше менен жаңа барлық ұзыннан бетті түгел границаға істеп тастадым ғой. Бұны өшіріп тастау үшін жай ғана мынаны выделить етесіздер. Мына жердегі мынаны басқан кезде барлық бет выделить етіледі түгел. Жаңағы бос ештеңке жазылмаған беттер толық выделить етіледі. Мынаны басып, нет границайды бассақ, түгел граница кетіп қалады. Бізге өзімізге керекті ғана бет қана керек, сондықтан мен осылай сызайын. Ал басқа столбец істейміз, мысалы, мынау бізде столбец деп аталады. А мынау строка. Мінекей, яғни мынау бізде строка деп аталса, тігінен кеткендер столбец, баған деп аталады. Яғни мынау баған, мынау жол. Енді біз артық жолды өшіріп тастау үшін мына жерге мышканы санның тұсына әкелсек, 24-25 өзіміз керекті жерге әкелсек, көріп тұрған санларды, бізде мышка қара стрелкаға айналады. Қара стрелкаға айналған кезде тышқанның оң жақ батырмасын, сол жақ батырмасын бассақ, ұзыннан выделение кетеді. Яғни толық выделение кетеді. Соны басып төмен қарай. Егер 5-еу өшіру керек болса, 5-еу, 6-ау болса, 6-ау, тура солай тігінен де қара стрелка кетеді, неге көріп тұрсаңыздар. Басып тұрып жүргізсеңіздер, выделить етіледі тігінен барлық бетті.
біз мысалға маған 5-6 жетеу мысалы керек емес. Мен выделить етіп, мына жерде мінекей удалить деген бар, не болмаса оң жақ батырмасын бассаңыздар удалить деген шығады. Мінекей удалить тұр. Удалитті бассам автоматты түрде өшіріледі. Енді біз реттілік номерін қояйық. Оқушылар тізімі, реттілік номері, аты, жөні. Яғни Word-тан таблица жасағаннан көрі дайын Excel-ге кіріп таблица жасап алған жеңілірек болады. Себебі бұл өзі арнайы сондай таблицаға арналған, формулаға арналған программа. Аты жөні, оқу үлгерімі мысалға, иә? Үлгерімі. Аты жөні, оқу үлгерімі, сыныбы. Мен мысал ретінде толтырып жатырмын, сондықтан қатты мән бермей қойыңыздар. Мектеп атауы, жасы, жынысы. Реттік номері біз кәдімгідей 1-2 строкаға жазамыз. 1-2 строкаға жазғаннан кейін ары қарай автоматты түрде толтыру үшін 1 мен 2-ні тағы да тышқанның сол жақ батырмасын басып төмен 1 мен 2-ге дейін мен үлкейтейін. 1 мен үлкен болғанда қайсысы екен? 1 мен 2-ні выделить етіп алғаннан кейін бізде мына бұрышта мінекей жылжытсақ дәл строка мен столбтың бұрышына бізде қара плюс пайда болады. Тышқанды басып тұрып төмен қарай аяғына дейін таблицаны жылжытсақ автоматты түрде бізде нумерация пайда болады. Яғни 32-ге дейін клавиатурамен басып ары бері жылжып қажеті жоқ. Аты жөні. Аты жөнін бізде енді мына жерде көріп тұрсыздар, таблица кішкентай өте, иә? Сондықтан ол үшін не істеу керек? Біз мынаны былай кішкене тарылтып алсақ болады өзімізге. Сай, мысалы 1-2 бізде столбец артық кетіп қалыпты, мысалы H пен I. Бұны алып тастасақ болады. Оны алып тастау үшін біз мақсат выделить етіп удалить басамыз қайтадан. Мінекей, болды, алынды. Енді аты жөнін ұзарту үшін мына жерге B-дің жанына қара стрелканы көріп тұрсыздар ғой, мінекей. B-дің жанынан жаңа B мен C-дің ортасына келсек, екі жақты стрелка пайда болады. Яғни бізге ары бері жылжытуға рұқсат беріп тұр. Біз оны кішкене былай жылжытамыз. Өйткені аты ұзақ жазылатын белгілі барлығымыз. Оқу үлгерімі жақсы, орташа 2-3 вариант. Сыныбы 5-ші, 6-шы осы жетеді. Мектеп аты тағы да жылжытсақ болады. Егер автоматты түрде жылжытқанын қаласаңыздар, E мен F-тің ортасында тұрған екі жақты сызықтың үстінен тышқан мен сол жақ батырмасымен 2 рет баса салсаңыз, автоматты түрде өзі тарылтып береді. Бізде автоматты түрде атын ғана қоймаймыз, себебі әріп аз болғандықтан бізге аз орын ұсынады автоматты түрде. Ал біз логикалық түрде білеміз, адам есімдері кішкене ұзақ болады, сондықтан біз өзіміз қолымызбен ұзартып аламыз. Бирмагамбетова А. С. мысалы. Сабыржанова Г. М. Құлбеков С. Р. мысалы, иә. Оқу үлгерімі өте жақсы. Өте жақсы. Жақсы. Орташа. Нашар. Енді келесі есімдерге, мысалы, мен бір есімді қайталата салайын. Қайта неше түрлі атты ойлап отырмай. Осылай тұра берсін. Енді ары қарай автоматты түрде қайтадан барлығын жазып керек емес. Өте жақсы, жақсы, орташа, нашарды таңдау үшін келесі оқушы сіз ғана выбрать из раскрывающегося списка деген төменнен санағанда үшіншіден бассаңыз, сізде автоматты түрде мынандайлар шығады, мінекей. Оқу үлгерімі. Ой, кешіріңіздер, оқу үлгерімі емес. Нашар, келесі. Өте жақсы.
Жақсы. Нашар. Көрдіңіз ғой, автоматты түрде, яғни выбрать из раскрывающегося списка деген мына түгел мына жерде жазылып тұрғандардың барлығын келесі жолы мына жерге таңдасақ көрсететін болады бізге. Мінекей. Осылай қоя бересіздер. Сыныбы барлығы 5-ші А болса, 5А. Қайталап керек емес, мына жерден тағы да қараны келтіріп алып, қара плюсикті сол жақ мышканың батырмасын басып тұрып, төмен қарай 35-ке дейін жүргізіп тастайсыздар. 32. Болды, 5А барлығы. Мектеп атау сол атау. Абай орта мектеп мысалы, Абай орта мектебін тағы плюске ұстап тұрып, төмен тартып жүргізіп тастайсыздар. Жасы 17-18 жас аралы ғой, барлығы бір мектеп болғаннан кейін 17, 18, 19, 19, бұл жерде уже қолдарыңызбен жазасыздар, себебі олардың данныйларын сіздер енді ғана жасап жатырсыздар, оқушылар тізімін, сондықтан міндетті түрде жасын көрсетесіздер. Жынысы ер мен қыз ғана, ер бала, қыз бала. Ары қарай жаңағындай қыз бала, мен оңай жолын көрсетіп отырмын сіздерге. Ер бала, қыз бала, қыз бала деп таңдай бересіздер. Қайта-қайта жазып отырмас үшін осылай сіздер оқушылар тізімін құрасыздар. Біз сіздерге сонымен оқушылар тізімінде жаңа выбрать из раскрывающего списка деген ең қарапайым жолын көрсеттік, қайта-қайта қайталап жаңағы печать етіп отырмас үшін. Алайда бұл жерде бір кедергісі, минусы выбрать из раскрывающего списка деген, яғни осы тізім бойынша көрсетілген жазулардың барлығын көрсетеді. Егер де сіздерде тағы басқа артық жазулар болса, оларды да көрсетеді. Өздеріңіз байқағандай, выбрать из раскрывающего списканы таңдаған кезде бізде оқу үлгерімі дегенді көрсетіп тұр. Не себепті? Себебі ол тізімде бар. Ал бұл жеңіл жолы болды. Енді біз сіздерге қазір мынандай бір тәсілін көрсетеміз. Мынандай өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, мінекей үшбұрыш таңдау арқылы, жаңағы бізде бұны біз выпадающий список деп айтамыз. Ер, қыз деп жалпы өзіңізге керектілерін ғана, яғни өте жақсы, орташа, нашарда таңдап қоятындай мүмкіншілік жасауға болады. Ол үшін біз алдымен тура сол атауларды мына жерге көшіріп аламыз. Өте жақсы, орташа, нашар деген. Мына жерден выделить етем. Выделить еткеннен кейін присвоить имяны басам. Присвоить имяда мен диапазон таңдайым. Өзіме керекті. Соның примечание книга қала берсін. Имяға мен сапасы деп жазам. Диапазон таңдалды. Окей. Мен оны алдын ала сақтап қойдым, сондықтан менде ол сақталып тұр. Сақталып тұр. Енді келесі этап біз данныйға кіреміз. Яғни біз данныйға кіріп, мына жерде мінекей мынандай текст басталып самның жанында кішкентай ғана проверка данных деген бар. Соны алдымен бұны кірмес үшін айтпақшы, біз міндетті түрде толтыруды бастайтын тізбек таңдайтын жерді бос орынды таңдап алуымыз керек. Не болмаса басынан бастап, не болмаса бос орыннан бастап. Мен мысалға мына жерден бастағым келеді. Сондықтан мен алдымен осы жерге ячейканы выделить етіп алам, торды. Содан кейін проверка данныхты басам. Проверка данныхта біз списокты таңдаймыз. Списокты таңдағаннан кейін источник міндетті түрде тең болады. Жаңағы біздің списокқа атауымыз сапасы деп жаздық қой. Ескерту, қазақша әріптер поддерживать етілмегендіктен кішкене орысша әріптерді пайдаланған жақсы. Сапасын қоям. Подсказка по поводу керек емес маған. Окейді басам. Болды, енді қараңыздар. Мына жердегі бізде тек қана таңдап алынған список көрсетілетін болады. Мінекей өте жақсы, орташа, нашар. Енді басқа мағынада да пайдалансаңыздар болады. Мысалы, қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз деген сияқты. Содан кейін жаңағы тура осылай істеп алып,
айларды қойып отырсаңыздар болады өздеріңіздің ыңғайларыңызға. Енді мынау бізде көрініп тұр, кедергі келтіреді. Бұны не істеу керек? Бұны өшіруге болмайды, себебі мынау автоматты түрде таңдайтын болады оны. Бұны жай ғана үстінен жаңа қара стрелка пайда болғаннан кейін выделить етіп, сол жақ оң жақ батырманы басып шыққанын скретч ете салу керек. Болды. Енді ол көрінбейді. Печать етсек те ол көрінбейтін болады. Біз таңдауды ары қарай жалғастыра береміз асықпай. Орташа. Ары қарай бізде ол қойылмайды, мынандай мінекей. Жоғалып кетеді. Оны жоғалтпас үшін не істеу керек? Біз қайтадан мына жерге қара плюсикті шығарып алып, төмен қарай аяғына дейін тартамыз, 32-ге дейін. Болды, орташа. Енді ары қарай өзіміз асықпай дұрыстап тарылта берсек болады. Нашар. Өте жақсы. Мінекей. Осылай жұмысты жеңілдетуге болады. Енді дәл осылай келесі мысалға сіздерге оқушылардың есімдері, қалың оқушылардың есімдерінен 5-6 керек болса, тура солай мынаның барлығын жаңа выделить етіп, имя, присвоить имяға кіріп, таңдап, содан кейін жаңағы данныйға кіріп, мына жерге бос орынға қойып, мына жердегі списокты таңдап, өздеріңіздің мына жерге тең болады. Не керек сізге именно? Мысалға мен сапасын қояйын. Қазақша сапасы. Окей. Енді қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Мына жерден де шығып жатыр тіпті. Ал сіздер оқушылардың аты жөндерін шығарып алсаңыздар болады тура осылай. Кішігірім формула создавать ету дегенді кішігірім формула создавать етуге деп бұл жатады. Біз сонымен оқушылардың тізімін таңдап алдық, тізімін жасап алдық, кешіріңіздер. Жыныстарында да автоматты түрге көшіріп қойып алдық, барлығын қойып шықтық. Оқушылар тізімін осылай жасауға болады. Келесі этап, біз сіздермен кез келген вариантта жаңағы еш калькуляторсыз есеп жасауды үйренейік, иә? Ол үшін біз өзіміздің затымыздың тізімі болады, саны болады, бағасы болады. Тізімі дегенде нумерация. Нумерацияны түсіндік қой, қалай қою керек екенін. 1, 2, 3 выделить етіп алып, плюсикті шығарып алып, 15-ке дейін жасаймыз. Атауы, мысалы, саны, количествосы. Мына жерге қайтадан бір столбец қосу үшін жай ғана выделить етеміз да, мына жерде мінекей вставить деген бар. Вставить етсек автоматты түрде қойылады. Атауы. Атауына жаңағы кез келген атау жаза береміз. Саны 5, 6, 9. Бағасы 3650, 3251. Қазір ең қарапайым формуланы сіздерге көрсетем, оны ары қарай пайдалану өздеріңізге өте жеңіл. Сумма. Сумма ары қарай мінекей формула. Формуланы шығару үшін бізде плюс не болмаса тең боладыны таңдаған жақсы. Егер сіз қазақ шрифтімен жұмыс жасайтын болсаңыз, плюс бізде қойылмайды. Қазақ шрифтісінде плюс жоқ, өкінішке орай. Сондықтан біз, кешіріңіздер, тең болады жоқ. Қазақ шрифтісінде тең болады жоқ. Ал плюс бар, яғни егер сіздерде клавиатура бар болса, сандық плюс қойылады. Минус не себепті қоюға кеңес бермеймін, себебі минус дұрыс есеп шығармайды. Мысалы, минус 3650 қосу 5 десек, ол алып тастайды. 3645 болып қалады. Минус 3645 болып кетеді тең болады. Сондықтан плюсті қойсақ, ол тең боладыны алмастырушы. Үнемі плюсті қойып жүріңіздер. Плюс мысалға 3650-ді көбейтеміз 5 товарға. Бағасы 18250. Әрі қарай қайтадан бұны есептеп керек емес бұлай. Жай ғана қара плюсикті шығарып алып, төмен қарай тартып жүрсеңіздер, автоматты түрде жаңағы барлық есептің шешімдері шығады. Бұны біз қалай жасадық? Біз жаңағы тең болады, егер орыс шрифтісімен жасайтын болсаңыздар, тең болады қойылады. Тең болады, керекті бағаны таңдап аламыз. Содан кейін калькулятор сияқты көбейту, бөлу, қосу, алуды пайдаланамыз. Көбейту керек болса көбейту, бөлу керек болса бөлу. Көбейтеміз мысалға 5-ке, Enterді басамыз, болды. Ары қарай жай ғана қара плюсик шығарып алып, төмен қарай түсіру керек. Белгілі өзіңіздің таңдайтын жеріңізге дейін. Сол кезде есеп шығады. Енді
Бұл қарапайым формула. Енді есепті қалай біз дұрыстап түсінікті қылдыру үшін, мынау мысалы былай көп сан болса, мысалы түсінбей қаласың. Оны түсінікті қылу үшін нөлдерді қосу керек, яғни бөлшектеп тастау керек. Миллион болса, мысалы 1, содан кейін 3 нөл бөлек, 3 нөл бөлек. Сол секілді жасау үшін біз главнаяға кіреміз. Главнаяда бізде число деген бар. Осы число бізге көмектеседі. Числода 3 нөл бар. Сол 3 нөлді алсақ, ол бізге дөңгелектеп береді барлығын. Мінекей, 18250, 19000. Барлық цифрды белгілеп, 3 нөлді бассаңыздар да барлығын дөңгелеп тастайды. Енді артындағы нөлдер керек емес десеңіздер, ол нөлдерді мыналармен не алуға, не қосуға болады. Мен қазір выделить етіп көрсетейін. Мінекей, нөлдерді алып тастадым. Тағы қалың нөл қоссам да болады, көріп тұрғандарыңыздай. Жуықтау дейді ғой математикада. Мысалға қараңыздар. 5,985. 5,985-ті автоматты түрде жуықтайық. 5,999, 600. Сізге автоматты түрде өзі жуықтап береді. Процент бар. Бұл жерде процент дегеніміз былай мінекей. 50%. Процент қойсаңыздар, 12%. Содан кейін 100-ді қойсақ, 100 көбейту 50%-ке қанша болады? 50 болады. Көрдіңіз бе? Процентті автоматты түрде келтіруге болады. 50-дің 12% мысалы есептеу керек. Оны ары қарай формуланы қайтадан создавать етіп керек емес. Егер жоғарыда бір рет создавать етсеңіздер, тек қана қара плюсик шығарып төмен қарай тарту керек болды. 50-дің 12% 6 екен. Яғни ешқандай калькуляторсыз Excel сізге өз калькулятор болып бере алады. Қарапайым формула осы. Сіздерге керегі де көп пайдаланатын да осы. Себебі мысалға көп деген сандар болады, жаңағы процент керек емес бізге. Көп деген мынандай 3 сан, мысалы мен мынаны печать етпеймін, сондықтан бір форматта ғана жасай берейін. Тіпті былай қойайын. 3 сан, 4 сан, тағы 5 сан. Енді ары қарай бұны қосу керек, бөлу керек, алу керек. Мысалы, ол үшін не істейміз? Плюс 516 қосу 123 қосу емес, көбейту керек енді 123-ке. Ол үшін біз жақшаны қоямыз. Кәдімгідей бұл жерде біз қалам мен қағазға жазып атқандай формула қоямыз. Мына жерге тағы жақшаны қою үшін біз мына жоғарыда көріп тұрсыздар ғой, мына жерге келіп, мынаны басып D-ның алдына тышқанмен міндетті түрде оңға солға жоғары төмен кнопканы баспаймыз, өйткені ол басқа жаққа кетіп қалады. Жақшаны жауып, содан кейін барып көбейту, тышқанмен 123-ті таңдаймыз. Көбейту 123. Содан кейін тағы, егер жақшаның ішінде болса, не болмаса, қосу керек, осы көбейтілген санға қосу керек тағы 123-ті. Ол үшін біз тағы да жақшаны жабамыз. D14-дің сыртына тағы жақшаны қоямыз. Себебі математика білетін адамдар түсінеді ғой. Бірінші жақшаның ішіндегіні қосып алып 14-ке көбейту керек, 14-тен кейін тағы да 123-ке қосу үшін осындай формуланы пайдалану керек болады. Бірде теспей қойық. Біз формула жаздық, енді құр интерді баса саламыз. Мінекей, есеп шықты. Енді бұл есептің расшифровкасын қарау үшін, мына есептің расшифровкасын қарау үшін, мына есептің расшифровкасын қарау үшін біз мына жоғарыдағы подробнее строкасын қарасақ, бізде көрсетіліп тұр қалай жасағанымыз. Түсіндіңіздер ғой? Не болмаса үстінен 2 рет бассаңыздар көрсетіледі. Мінекей, көк ол бізде 516, қызыл 123, күлгін 123, жасыл 123. Осылай түсініп алсаңыздар болады расшифровкасын қалай жасаған. Себебі кейде қателіктер кетіп қалады. Өзде қателікте қарап отырасың, мүмкін қызылды емес, күлгінді сандар бірдей ғой. Бірақ та, мысалы, мынаның үшеуін қосу керек болған, ал бұл қосып, көбейтіп, қосу жерген. Осы жерден қателіктерін қатемен жұмыс жасауға болады осындай жағдаймен. Енді келесі бетке осы мына шешімдерді мысалға бізге келесі бетке көшіру керек. 6-шы бетке, бір таблица бар бізде кез келген. Суммалар мысалы жай ғана, сумма емес, поступление дейші, доход дейді мысалы. Доход. Мына жерде құр доходты ғана көру мақсатында сіз жасадыңыз таблица, ал мына жерде оның
расшифровкасы жатыр, жаңағы атауы, саны, бағасы. Ал мына жерде тек қана доход керек сізге. Доход, расход, там, процент и остаток, жаңағы выручка. Доходқа біз мыналарды көшіру үшін қайта бүйтіп көшіп отырмас үшін плюсты қоямыз. Енді плюс дегеніміз бізде тең болатын алмастырады ғой. Сондықтан мен плюс деп айтамын. Плюсты қоямыз. 18250-ді 250-ге алып келем. 18250-ге алып келген, интерді басам. 18250 шықты. Енді ары қарай неше строка? Жетеу. Енді мен жетеу екенін қайдан білдім? Жетеу екен мен мына жерде мінеке. Кешіріңіздер. Мінеке мына выделить етем. Мына жерде маған ақпарат беріледі. Математикалық есептеулер беріледі. Общий сумма мынаның барлығы 182.609 дейді. Количество строк жаңағы белгіленген жетеу. Средний значение жаңағы 182.609 жетіге бөлгенде 26.087. Осы жерде де жауабы тұрады. Енді ол бәрібір бізде мына жерде итого көрсетіліп тұру керек қой. Сондықтан мынаны төмен тартамыз, бір бос орын қалдырамыз. Толық несін көру үшін общий суммасын мына жерде сумма деген мынандай формула бар. Осыны бір-ақ рет басамыз. Мінеке қараңыздар. Бір-ақ рет басам, 182.609 шықты. Енді ары қарай среднее значение. Среднее значение көру үшін 26.087 мінеке. Енді тағы нені көруге болады? Енді білмеймін мен. Басқа ештеңке көріп керек емес шығар. Жеті цифры бар екенін көруге болады. Осылай көрсеңіздер болады. Енді біз жаңа көшіруді жалғастырайық. Жеті строка жасауымыз керек, е. Мінеке мен жасайын. Мінеке. Осы жерге қайтып барлық доходты көшіріп алдым. Енді мына жерде процент деп жазайын. Процент. Яғни белгілі бір проценті мен налогқа бір нәрсеге төлеуім керек. Процент 12% деп есептейік. Тең болатын орнына плюспен алмастырам қайтадан. 12% деген 0,12 ғой. Көбейтем. 118.250-ге. Яғни 2190 теңге менде процентке кетеді. Барлық 182.609 табысымның плюске қояйын. 609-ның проценті менде 0-ді алып тастасам 21.913 теңге менде процент қалады. Енді ары қарай выручканы жазайын. Выручка плюс тең болатын орнына мен плюсты алмастырып жатырмын. 18250-ден алам процентті. Бұл жерде әртүрлі сіздер жаңа өзіндік құны бар, оны да кіргізесіздер. Төмен қарай тартайын. Менің жалпы табысым 160.695 теңге. Формуланы осылай пайдаланасыздар. Яғни беттен бетке көшіріп отыруға да жаңағы список создавать етуді де мінеке үйреніп алдыңыздар. Ары қарай енді ең маңызды жаңағы жұмыс процесінде көмектесетін нәрселер жаңағы құралдар осылар. Формула, қарапайым формула, список құру, көшіру жаңағы басқа бетке ұқсап есеп шығару. Содан кейін алфавит бойынша жинау бар, айтпақшы. Мысалға мен қазір көрсетейін. Ұмытып кетіп бара жатырмын. Алфавит бойынша жинау. Мынаның барлығын бір алфавит оқушылар тізімінде көп керек қой. Енді алфавит бойынша тұрған жақсы ғой. Алфавит бойынша жинау үшін сортировка и фильтрға кіреміз. Сортировать от А до Я. Яғни А-дан бастап Я-ға дейін, егер сортировка от Я до А болса, Я-дан бастап А-ға дейін біз от А до Я выделить етіп алған функция жаңағы ячейкаларды ғана, тор перделерді қалай айтса екен қазақша, белгілеп алған тор перденің ішін ғана сортировка жасау үшін алфавит бойынша мен осыны басам. Полностью жаңағы емес, тек қана мен белгілеп алған жерді ғана сортировка жасауым керек. Меніңше мына сортировка в пределах указано выделение басам. Сортировка мінеке жазылды. А, Б, В, И, Р, С, Ф, Өте дұрыс, е? Дұрыс кетті. Осылай сортировка
жасасаңыздар болады. Керекті ақпарат тауып алғыларыңыз келсе, мысалы мына жерде бір фамилия бар ғой, Сабыржанова деген. Найти и выделить. Найти. Бұл бізде арнайы клавиатурада команда жаңағы комбинация клавиш деп айтамыз. Мына жерге кіріп отырмас үшін жай ғана клавиатураңызда Ctrl ағылшынша F-ті басып қалсаңыз найти шығады. Жаңағы кім бізде? Сабыржанова, иә, мысалы. Сабыржанова. Найти деп Enterді бассаңыздар, мінекей әкеп тұр осы жерге. Сабыржановаға әкеліп тұр. Ары қарай редактировать етсеңіздер болады. Дәл осылай Word'та да Ctrl F поиск. Сонымен біздің қарапайым Excelге жеңіл шолуымыз аяқталды. Бұның ар жағында өте көптеген функциялары бар. Бұл жерде әсіресе формулаға кірсеңіздер өте ұзақ, оны жеке талдамаса ол өте ұзақ сабақ және де өте ұзақ уақыт кетеді. Ал біз қарапайым жұмыс жасау процесіне күнделікті пайдаланылатын тәсілдерді көрсетуге тырыстым.